Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас Менғали. World Women's Team Championship, әйелдер арасындағы командалық әлем чемпионаты, бірінші санат немесе бірінші категория. Біз жартылай финалға шықтық. Біздің қарсыласымыз неміс командасы болатын Германия. Элизабет Пец 1985 жылғы гроссмейстер, ерлер арасында, әйелдер арасындағы гроссмейстер, рейтингісі өте жоғары, Germany, және біздің отандасымыз Бибісара Асаубаева 2004 жылғы халықаралық шебер, ер азаматтар арасында, әйелдер арасында гроссмейстер 2469. Осы партияны тамашалайық. ATF3, ATF6, C4, G6, English Opening деп тұр, бірақ таза Englishқа мүлдем ұқсамайды. B3, піл G7, өткені енді рейкте әртүрлі амалдарды пайдаланады. Піл B2, патшаны сайғырыздық, G3, B6, піл G2, піл B7, D4. D4-тен кейін бұл ешқандай мысалы рейтиға да және ағылшын бастамасына мүлдем ұқсамайды. D5 бұл жерде ең қызығы таза Грюнфельд сияқты ойнайды, бірақ Грюнфельдте әрине піл B7-ге бармайды, немесе мен ондай варианттарды білмеймін, және CD ат D5, E4, ATF6, E5, ат D5 және патшаны сайғызды. Менің түсінігім бойынша қаралардың жағдайы өте ыңғайсыз. Неге? Өткені мына екі сарбаздың арқасында әрине ақтардың үлкен бір басымдылығы бар. Неге? Бұл екі сарбаз міндетті түрде қаралардың ойыншыларының фигураларының орналасуына тікелей кедергі жасайды. E6, ат D2, енді Элизабет Пец өте сауатты ойыншылардың бірі, ол біледі. Болашақта ерте ме кеш пе F6 немесе D6 деген торлардың әлсірейтін өте жақсы біледі. Ат D7, ат C4, A5, A4, C5. Бұл жерде енді C5 деген жүрістің өзінің артықшылығы бар және өзінің кемшілігі бар. Сіздер бұны білесіздер, өткен мұна D6-дағы тор қаншалықты әлсірейтінін сіздер байқап тұрсыздар. Піл A3, ат B4, вәзір E2, вәзір C7, C1, D5, жедік. Әрине, бұлай жүрге болмайтын шығар. Бұлай жүретін болсаңыздар, онда әртүрлі амалдарды пайдаланады. Мүмкін атты D6-ға кіргізеді, мүмкін атты E3-ге қояды деген сияқты. Енді оны болдыруға болмайды. AB, тура D1, тура D8, вәзір E3, вәзір B8. Әрине, болашақтан бұл жерде байлау әдісі болуы мүмкін. Соны болдырмау үшін алдын ала өзінің вәзірін алып тастайды. DC, BC, тура E1. Әрине, байқасаңыздар, бұл болашақта, мысалы, мына C4-тегі жеп, содан кейін 1, содан кейін 2, содан кейін 3, осы үшеуі мына жерге шабуыл жасауы. Сол себепті алдын ала не істейді? Мына негізгі орталықтағы сарбазын қорғайды. C8, FD2, вәзір A8, жедік, және тура D1. Вәзір C6 және F4. Не айтуға болады? Менің түсінуім бойынша қаралардың жағдайы өте қиын, және байқасаңыздар, мына A4-тегі сарбаз өте мықты. Бұл сарбазды сіздер өздеріңіз танисыздар деген ойдамын. Бұл шетте тұратын өтетін сарбаз. Бұның барлығын Бибісара өте жақсы түсініп тұр. Жағдайдың қиын екенін ол деген бізден де артық білетін шығар. Және F6. Мүлдем мен үшін түсініксіз, мен үшін өте түсініксіз шешімдердің бірі, бірақ мүмкін сол мезетте басқа амал жоқ бет деген әртүрлі ойлар келді. Өйткені мына жүрістен кейін жедік, мына сарбаздың қаншалықты осал екенін сіздер деген мен сізде өте жақсы түсініп тұрсыздар деген ойдамын. ATF3, ATF8, ат негізгі орталыққа барды, вәзір C7, ат D6. Мысалы, бұл 8 аяқ ат деп аталады. Неге 8 аяқ? Сіздер деген өте жақсы білесіздер деген ойдамын. Өйткені бұл жан-жаққа шабуыл жасау мүмкіндігі бар. 8 аяқ немесе Knight
октопус деген сөзді өте жиі пайдаланамыз. Жалпы айтарым, әрине жағдай өте қиын, және осыған неге барды екен деген әртүрлі ойлар туындайды. D8, C4, H6, H7, былай E4 және тура D7. Вәзір C8. Жалпы қаралардың жағдайы өте қиын, тағы бір ескертем. Не себепті Бибісара бұндай шешім қабылдады, мен білмеймін. Мүмкін ол деген кейбір басқа да тұстарын көрген шығар, немесе Элизабет Петстің осындай позицияларда өзін сенімсіз сезінетін мүмкін білген шығар. Тура G7, D6, жедік және вәзір E6. Айтарым, турамен болатын болсын, немесе атпен болатын болсын, немесе вәзірмен болатын, қандай да еншпіл болса да жағдай өте қиын болады. Неге? Өйткені мына шетте тұратын өтетін сарбаз өте қауіпті, және бұны тоқтату өте қиын болады. Бұлай D6, вәзір B7, вәзір E5, сонымен байлап тастады бізді. Тура F7. Мысалы, бұл жерде енді көп ойланбай, мысалынан жеп және атты D6-ға қойуға мүмкіндік бар болған шығар. Өйткені қазір ат E8, бұдан қалай қорғанасың деген әртүрлі сұрақтар туындайды. Мына F6-дағы ойыншыны қалай қорғайсың деген сұрақ туындап тұр. Біріншіден қазір мына жерге шабуыл жасап тұр, екіншіден қазір атты E8-ге беріп, мына F6-дағы тураны жеп кетеді. Әрине, мен үшін түсініксіз, өйткені кәсіби деңгей өте мықты, мүмкін уақыт тапшылығы болған шығар, білмеймін енді. A5, вәзір F3, енді бұндай вариантты, қарапайым вариант, мысалы, тура F6 және ат D6, бұндай қарапайым вариантты Элизабет Петс табар еді, бірақ мүмкін уақыт жағынан тапшылық болған шығар. Цайт деген уақыт, нот деген жетіспейді. A5, вәзір F3, енді вәзір F3-тен кейін жағдай өзгерді. Неге өзгерді? Өйткені мына B3-тегі сарбазға шабуыл жасауға болады. A6, жедік, шах, B3. Біздің де өзіміздің өтетін сарбазымыз пайда болды. Қазір болашақта вәзірге айналуы мүмкін. Жедік, ат D5. Енді дәл қазір қарсылас деген мынаны жейтін болса, онда біздің жағдайымыз қаншалықты қиын болатыны түсінікті. Шах және вәзір D4. Жедік, вәзір былай, шах, былай және B2. Шах, әрине, мынандай аттарға қызығудың қажет жоқ. Өйткені бұндай аттарға қызығатын болсаңыздар, болашақта өкініп қалуыңыз мүмкін. Патша F7, шах, патша E7, былай, B1 вәзір, A8 шах, жедік және былай жедік. Не айтуға болады? Өте қауіпті ойын. Егер де болашақта әлем чемпионы болғысы келсе, әйелдер арасында былай ойнауға болмайды, әрине. Тань Джуни, мысалы Қытайлардың Лей Тензе, немесе Джу Венджун деген сияқты осындай мықты шахматшылармен былай ойнауға болмайды. Мүмкін енді 1985 жылы 38-де шахмат енді жасарып келе жатыр. Сол себепті бұған көңіл аудару керек. Мүмкін ойынның соңында цейтнотта мысалы мына белгілі бір қысымды Элизабет Петс шыдай алмай мүмкін. Бірақ Қытайдың шахматшыларына қарсы бұлай ойнауға болмайды, өйткені бұл жақсылыққа апармайды. Бірақ біз бәрібір қуаныштымыз, жартылай финалға өттік, бірақ барынша объективті, жан-жақты қарауымыз керек. Жақсылықта кездесейік, сау сәлемет болыңыздар.